Қадірменді тыңдарман, бүгінгі әңгімеміз атадан қалған өсиет деп аталады. Бұл әңгіме шынайы өмірде болған оқиға, әрі сіздерге ғибрат алар, жақсы ой салар әңгіме болады деп үміттенеміз. Ғибрат әлемі арнамызда сіздерге арнап, апта сайын жаңа ғибратқа толы, асыл қазынамыздан, мәдени мұрамыздан алынған, әрі өмірде шынайы болған әңгімелерді баяндаймыз. Бізбен бірге болыңыз. Олай болса, бастайық. Әдетте өсиетті адам өлер кезінде өзінің балаларына, жақындарына қалдырады. Сондағысы өзі жасай алмағанды, қолы жетпегенді басқалар жалғастырсын деп өнеге қалдырғысы келгендіктен шығар. Алайда маған атам өсиетті тірі кезінде, ақыл есі бар кезінде өзінің ақыретін ойлап, соған алдын ала қамданып, өсиетін қалдырған еді. Мен ол кезде бала едім, әрі оның атамның маған қалдырған өсиеті екенін де білмедім. Атам мені жастайымнан имандылыққа баулып, дінді үйренсін, туралықты ұстансын, Аллаға құлшылық етсін деп шариғатқа сай өмір сүруге бағыттаған еді. Алматыға келген сайын үнемі мені орталық мешітке апаратын, намаз оқып, бас имаммен таныстырып, тіпті мені Ислам және өркениет газетіне жаздырып қойған еді. Атам менің бала кезімде маған ертең мен дүниеден өткенде маған Құран бағыштап отырасың деп үнемі айтатын. Ол кезде мен бала болған соң бұл сөздерді терең түсіне бермейтін едім. Сөйтсем, бұл атамның маған қалдырған өсиет екен. Оны мен кейін түсіндім. Қазір ойланып қарасам, атамның даналығын көремін. Аллаға құлшылық ететін, Құран оқитын немересі болсын деп, әрі дүниеден өткен соң артынан Құран бағыштап отыратын ұрпағы болсын деп, менің туралықта шариғатқа сай өмір сүруімді қалап, мені соған баулығанын, бағыттағанын, әрі маған соны өсиет етіп қалдырғанын түсінемін. Атамның ертең мен дүниеден өткенде маған Құран бағыштап отырасың дегені құр сөз ғана емес еді. Атамның өзінің үнемі жасап жүретін амалы еді. Бала кезімізде атанам бізді жазғы демалысқа ата-әжеме каникулға жіберетін. Мен ол кезде мектепте оқимын. Сол кездегі менің көргенім, түйгенім атамның ылғи дастархан басында, тамақ ішер алдында дұғамен бастап, тамақты аяқтаған соң батамен аяқтап, Құран оқып бағыштайтыны. Атам өзінің бақилық болған ата-анасына, дүниеден өткен ата-бабаларына үнемі Құран бағыштап отыратын еді. Біздің оларға көмегіміз осы дейтін. Атамның маған қалдырған өсиеті тек ауызбен айтылған жай ғана сөз емес, ісімен көрсетілген ғибрат болды.